Яша Челингаров. Бұл есім қарасулықтардың ғана емес, сайрамдықтардың арасында айрықша абыройға ие. Мемлекеттік қызметте абыройлы жұмыс істеп, қоғамдық жұмыста сіңірген еңбегі, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан елеулі үлесі үшін құрметтейді. Сайрам ауданының құрметті азаматы төс белгісінен бастап мемлекеттік награданың бәрі бар. Бірақ жария етіп таққан емес, қарапайымдылығымен танылған. Адал еңбегімен арда азамат атанған. Әрбір ісін туған жерге деген махаббатпен жасаған. Сондықтан болар ел мақтаған дядя Яша статусы бар. Ең бағалысы да осы дейді. Өзіңіз өмір сүретін Қарасу ауылы жақсы көресіз ба? Әрине, осы жерде өмір сүргеніміз, бала кезімізден осы жерде оқығанымыз, бала шаға тапқанымыз, жұмыс тапқанымыз. Мен келген бойынша сонымен қалдым ғой осы жерде. Мен 48 жыл бір орында істедім. 48 жыл. Оны сатамайсың, ұнытамайсың. Ол өте қымбат. Тем более қазір достарым бар осы жерде, әр ұлттан. Енді біз ұлттарға бөлмей тұрмыз. Ол қазағы да бар, татары да бар, өзбегі де, түркі де. Мысалы, отанымызда бар ұлттардан почти бәрінден бар. Орыстар, неместер. Бізде істеген неместер бар еді, олар көшіп кетті Германияға. Әлі де олар хабарласып тұр бізмен. Қалайсыз, несіз. Осы жерге келгенде обязательно жолығып барады, шайымызды ішіп, қосташады. Осындай. Қарасуды айта аламыз ба біз достық мекені деп? Әлбетте, енді не только Қарасу, мысалы Қазақстан десеңіз күлі. Қазақстан өзі осындай қонақ құрмет ететін республикамыз бар. Сол Қазақстан ішінде болғанда да мен ойлаймын, Сайрам ауданы ең гостеприимный дегенде қонақ күтетін аудан. Жоқ, егізінде киіп бір жерге барғасыз ба бұларды? Жоқ, ұялам. Ұяламын? Неге? Бір рет кигемін, олар плашмен үстінен бекітіп барған еді. Ұялып тұрсыз ба тағы да киюге? Сізден ұялмаймын, енді көпшілікке шыққанда. Осының ішінде дегенмен біреу болады ғой, қатты құрмет тұтатын, қатты күтіп алған. Президентіміздің берген Ерен еңбегі. Президентіміздің берген медаллары бар, 5-6-сы. Ерен еңбегі үшін, аха. 5-6 медал президенттің нелері бар. Сосын управлениялардан бар. Мен құрметті ауданның құрмет азаматтымын. Енді марапат хаттарды айтпай-ақ қояйын, ол бір. Жақсы көрмейсіз ба марапатты? Жоқ. Жақсы көресіз ба? Жоқ. Ұнамайды ма? Сол үшін ғой сіз ұялып кимей жүргеніңіз. Киіп жүрсеңіз мұны жарқырап. Жоқ, осындай. Аудан әкімдігіне барғанда киіп барасыз ба? Жоқ. Жоқ, вообще кимеймін. Неге енді 74 жастасыз, сонша кеткен еңбектеріңіздің нәтижесі, жемісі. Немерем келді ме? Келді немереңіз. Жібере салыңыз немересін. Нәтижесі, жемісі жарқырап киіп жүрмейсіз ба деймін, ата? Бола берсін. Бәрі бүкіл таниды ғой. Мен шыққанда бәрі білет, мына дядя Яша келді деп, дядя Яша барып жатыр. Мені көрмегендер таниды. Күшіктер де таниды. Соны үшін ауданның кішісі де, үлкені де бәрі келіп жатыр. Көмек сұрайды, ақыл сұрайды. Ешкім құр қол қайта алмайсыз? Мекемеде жоқ, құр қайтпаға жоқ бізде. Кім автопаркымыз, мынау Залинияда деген, сіз Беловодты білесіз ба? Білем. Сол Залинияда ғой біздің автопарк. Сояқта новостройка бар, анау бар. Біз тегін су обеспечить етіп тұрмыз оларға.
Вот, любой қолымыздан келгенше адамды біз құру қолмен қайтармаймыз. Енді мына костюм шешіп қайта шифонерге қоясыз ба? Иә. Беріңіз онда. Яша Челингаров жолаушылар тасымал саласында еңбек еткен. Кеңес кезіндегі мекемені сақтап қалып, әлі күнге дейін ауылдықтарының қалаға қатынасын тоқтатқан емес. Тіпті демеушілік жасап, тарихи орындарға тегін тасыған. Жергілікті әкімдікпен қоян қолтық жұмыс деп көмек берген. Қазір басшылықты баласына өткізген. Оны да министрліктегі абыройлы лауазымнан алдырып, ауылға қызмет етуге міндеттеген. Аудан мен ауылдың ғана емес, еліміздің өсіп өркендеуі жолында айрықша еңбегін ұлы жалғайды деп сеніп отыр. Өйткені алдыңғы буынның бастаған ізгі жолы үзілмеуі керек деп санайды. Жасы үлкен кісі, білесіз өзіңдер, 74-те кім қарайды? Біздің әкемізге, шешемізге кім қарайды? Мен тек бір ұл осы отбасыда, сол үшін мен бәрі тастап, өз ауылымға келгенмін. Құдайға шүкір, бәрі жақсы, жұмыс жүреді. Сол ауылдың тұрғындары маған өте ұнады. Ол қаладан бөлек. Қалада сәл суық болып тұрады, саған сөйлеспейді, сенімен араласпайды, ештеңе сұрасаң саған жауап бермейді. Мысалы, осы ауылда маған ең үлкен плюс, солай айтайын, ең үлкен жақсы нәрсе ол адамдар. Адамдар саған көмектеседі, сөйлеп береді. Ұлт бойынша ұлттар өте көп, этнос өте көп. Бәрі бір-бірімен дос болып жұмыс істеп береді. Ешқандай бізде национальный вопрос деген национальный конфликт болмаған. Біздің жұмыста, біздің компаниямызда көп адам, көп ұлттық компаниямыз. Мен өзім түрікпін. Біздің компаниямызда қазақтар жұмыс істеп береді, өзбектер, орыстар, немістер, бәрі. Біз ұлтқа қарамаймыз және ешқашан да қарамадық. Ереже бір дейсіз ғой, Иә. Ереже бір. Ол дұрыс. Сонда сіздің әкеңізді шақыртуы біріншіден талқыланбайтын бұйрық болып тұр, тәрбие, Иә. Екіншіден туған жерге деген махаббат па? Дұрыс. Мысалы, көбісі айтады, сен түрксің деп, неге Түркияға барып, өз неде тұрмайсың? Менің отаным Қазақстан. Мысалы, мен Қазақстанда туылғам. Мен қазақ тілінде сөйлеймін. Менің достарым қазақтар. Қазақ әлені естеп, қазақ фильмдерді көріп, Қазақстанда өстім. Қазақ мектебін бітірдім. Қалай мен барып, мен түркпін деп айтуға болмайды. Мысалы, маған Қазақстанның мемлекетінен басқа ешқандай мемлекет өмір сүруге үшін жарыспайды, болмайды. Мысалы, мен өте көп шекарада жүргенмін. Түркия, Мальдивке барғанмын, қандай мемлекетке бармағанмын мен, мысалы. Халықаралық қатынастар мамандығын бітірдіңіз сол өзіңіз, Иә. Дипломатсыз. Дипломатпын. Сол басқа ұлттар, басқа елдерде. басқа елдер, мен айтайын. Басқа елдер маған тура келмейді. Қабылдай алмадыңыз. Қабылдай алмадым, иә. Мен барып Қазақстанда жұмыс істеп, Қазақстанда тұрып өмір сүремін. Ең сол Қарасу ауылында өмір сүріп, Ақсукентте Сайрам ауданында жұмыс істеп береміз. Уже мен 6-шы жыл болды. 1-ші жыл директор должностьта. Құдай қаласа жұмысты жүргіземіз. Біздің әкеміз сияқты, біздің шеф сияқты апарамыз. Тағы 50 жыл болса, 50 жыл жұмыс істеп береміз. Намыс үшін, біздің еліміз үшін, біздің халқымыз үшін жұмыс істеп береміз біз. Болды, рахмет, арманыңызға жеттіңіз. Әке аманаты, әке жолы деген әкенің батасымен адам жол ашылады ғой, жолыңыз ашық болсын. Рахмет. Менің бала-шағам енді 7. 6 қыз, 1 бала. Баламыз соңғы. Сол біз женшенізмен бірге екеуміз қалғандан кейін айттым, қайт.
Министерство иностранных дел нам не пойдет деп біз өзіміз Қарасуға шақырып алдыңыз. иә жетім қалып жатырмыз. Қайтты, келді, мына төменде істеп, баяғы механик болып, диспетчер болып, осы жұмыстардан өтіп, былтыр Қолыңыз босатты ма? былтыр мен соны назначать еттім, директор Тео Янс деп. Мен соны назначать еттім, бұл мені қуды жұмыстан. Бірінші сізді жіберді ма, зейнеткерлер жұмыс істемесін деп? Жоқ, айтты, енді сіз деп алыңыз деп. Екі директор мүмкін емес деп. Енді сеніп тапсырғаннан кейін араласудың қажеті жоқ шығар, қалай ойлайсыз? Жоқ, барып айланып көрем, бәрібір учредитель болғанда айланасың, көресің. Бәрі бізде командамыз мықты. Бәрі сайрамдықтар ма осы? Жергілікті тұрғындар? Бәрі сайрамдықтар, осы жерде тұрғандар. Түрлі этнос өкілдері бар шығар араларында? Бар, мына біз түркпіз, өзіміз, оларда түркі халық, өзбек бар, қазақ бар, орыс бар арамызда. Әр түрлі ұлттар бар. Шопырларға қарағанда, шопырларда да көп ұлт бар. Бөліп жармайсыздар? Да, бөліп жармаймыз. Бір кулак, бір ұжым болып, жұмысты жалғастырып тұрмыз. Біз сияқты мекемелер көбі тарқатып не болды, сатты, жіберді. Біздікі баяғы сон автопарк әлі тұр.